2 жасар құнан, бойы 1,65, бағасы 1.500.000 теңге деп тұр. Саудасы бар. Шымкент қаласы Бадам станциясында тұр. Байланыс телефоны 8 771 566 1996. Қажет болса осы номерге хабарласыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің 4 түлік малдарыңызды сатуға жарнама салғыларыңыз келсе, мына телефонға хабарласыңыздар. 8 702 910 0705. Негізі әр қазақтың үйінде бір жылқы тұру керек. Болмай қалды. Неге десе бабаларымыз айтады, жылқы тұрған үйге, жылқы кісінеген үйде дейді, жын жоламайды дейді. Сосын аттың басынан ұрға болмайды екен. Оның берекесі бағы басында болады екен. Ат ұстағаннан кейін оған су бересіз ба, шөп бересіз ба, арқандайсыз ба, жем бересіз ба, бәріне сауап екен. Пайғамбар сөзсізден қиямет қайымға дейін ат ұстаған, ат ұстаудың дұрыс екенін айтып кеткен. Қиямет қайымға дейін етаж үйде тұрсаңыздар, тай болса да бір жерге алып, сонда анау үйде ат болғаннан кейін бала мінеді ғой. Мінеді ғой бала. Сол үшін біз ауылда қазір медресе бастап қойдық. Сода 56 бала оқытамыз. Бірақ аптасына бір күн міндетті түрде айғырға мінетін болады біздің балалар. Алымыз кастамыз. Міндетті түрде мінгіземіз. Өйткені айғырға мінетін адам көп, бірақ доданың ішіне кіретін адам аз да.